Мен Кенжебекова Айдана Айдынқызы. Абай облысы Жарма ауданы Қалбатау ауылында дүниеге келдім. Бала Айдана қандай болды? Кішкентайымнан ертегі, әңгіме оқуға құмар, барлық мамандық иесі болып саналатын киелі ұстаз болуды армандап, алдыма мақсат қоя білдім. 2007 жылы алғашқы Жаңғызтөбе орта мектебінің табалдырығын аттап, өмірімдегі ең алғашқы баспалдаққа, яғни 1-ші сыныпқа аяқ бастым. Оқушы Айдана қандай болды десеңіздер, назарларыңыз экранда болсын. Кенжебекова Айдана Айдынқызы 2007 жылдан 2018 жылға дейін Жаңғызтөбе орта мектебінде білім алды. Осы уақыт аралығында түрлі сайыстарға, конкурстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Аудандық, облыстық сайыстарға қатысып, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығына арналған республикалық сайыстарда алғыс хатқа ие болды. Айдананың шығармалары Мөлдір бұлақ журналында жарық көрді. Айданамыз өте білімді, білгір оқушы ретінде көзге түскен оқушылардың бірі болды. Алдыма қойған мақсатыма бір табан жақындап, ізденіс пен жігерімнің арқасында 2018 жылы Шырайлы Шығыстың Өскемен қаласындағы Қазақстан Американдық Еркін университетіне қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына оқуға түстім. Студенттік шағым өте жарқын сәттер мен жетістіктерге толы болды. Мен Еділбаева Гүлжан Бақытбекқызы, Қазақстан Американдық Еркін университетінің педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысымын. Біздің университеттің үздік түлектерінің бірі Кенжебекова Айдана Айдынқызы туралы айтар болсам, Айдана бізге 2018 жылы Шығыс Қазақстан облыстық әкімінің грантын иеленіп, бізге оқуға түскен болатын. Студент кезінде өзін жақсы жағынан көрсетті, әртүрлі университетшілік шараларға, конференцияларға қатысып, өзінің ұқыпты, тиянақты, өте жауапкершілігін танытты. Сол білімін ары қарай жалғастырып, 2022-2024 жылдары магистратурада оқып, үздік аяқтады. Енді Айдана қазір жас маман ретінде ұстаздық жолын бастап, қызмет етуде. Осы қызметіне әрқашан біз сәттілік тілейміз. Біз Айдананы мақтан тұтамыз. Қазіргі таңда Қалбатау ауылындағы Георгиевка орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. 2,5 жыл еңбек өтілімде бірталай жетістіктерге ие болып, ең бастысы шәкірттерім мен әріптестерімнің ыстық ықыласына бөлендім. Айдана Айдынқызы ауданымыздың беделді оқу ордасы Георгиевка орта мектебінің жас ұстазы. Аяулы әжесінің ұстаздық жолын қуып, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі атанып отыр. Жас әріптесіміз аз уақытта өзін білікті маман, шығармашыл жас ретінде таныта білді. Өз сабақтарында оқушыларын ана тіліне деген қызығушылығын оятып, ұлттық әдебиетмен сусындатып, өскелең ұрпақтың бойына адами құндылықтар сіңіруде. Енді жас әріптесімізге осындай қиын да қызықты салада толағай табыс тілейміз, зор үміт күтеміз. Осылайша жүрек қалауыммен таңдап, апамның салған сара жолын жалғастырып, ұстаз лауазымына ие болдым. Жай ұстаз баяндайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады деп ағылшын ғалымы Уильям Уорд айтқандай, берілген ақпаратты оқушыларымызға түсінікті болатындай баяндап, зейін қоятындай түсіндіріп, есте қалатындай көрсетіп, қызығушылықтарын оятатындай шабыттандыра берейік.